Ассалаумағалейкум. Менің бүгінгі бейне таспам H2 премиум магний водород жайлы. Яғни мына дүние. Бұл не бұл? Бұны неге бәрі мақтап жатыр? Неге бұл менің алдымнан шыға береді? Қашаннан бері дәрі адамға пайдалы болып қалған демеймін бе? Сөйтсем бұл дәрі емес екен. Бұл сутегі мен оттегі екен. Яғни Менделеев таблицасындағы адам ағзасына ең керекті дәрумен болып есептелген бірден бір дүние болса осы H2 магний водород екен. Бұл дәрумен бізге не береді? Енді осыған тоқталайық. Ең алдымен асқазандағы ащы қышқыл сөлді H2 водородқа айналдырып, барлық ағзаға керекті водород молекулаларын бөліп бастайды, бөліп отырады. Адам ағзасын барлық паразиттерден, шлактардан тазартып шығарады. Ойлаңыз, біздің ішіміз шлакқа толып қалады. Қан құрамындағы вирустарды жойып, қан тамырын кеңейтіп, тамырдың бұлшықетін жөндеп, түгел қалыпқа келтіреді. Адамның қан қысымы, қан айналымы, қан құрамы жөнге келсе, барлық ағза емделіп, бұрынғы қалыпқа түсе бастайды екен. Қан қысымы ретке келген деген сөз, ол давление деген нәрсе тұрақталады, көтеріліп түсе бермейді. Жүрек тамырына, жүрек қағысына пайдалы. Себебі жүрек қағысы тромбтары азайған сайын реттеледі. Яғни тромб деген нәрсе болмайды. Қан қоюланып, жаңағы жүректің капилляр тамырларына барып тұрып қатып қалмайды деген сөз. Шаш ағару азаяды, шаштың түсуі тоқтап, қарая бастайды. Адамдардың бет әлпеті әрленіп жөнге келіп, әжімдері азая бастайды, тырнақ жөнге келеді. Барлығы осы қанның дұрыс жұмыс істеуінен, қанның қатып қалмауынан. Көздің көруі жақсарып, ұйқыңыз қанық, энергияңыз жөнге келеді ғой. Энергия, денсаулық дұрысталған екен, энергия дұрысталады. Салмақ қалпына келеді. Бір сөзбен айтқанда, басыңыздан бақай шағыңызға дейін өте зор пайдалы дәрумен. Енді осы жерде сұрақ туындауы мүмкін, бұны ауырған кезде ішеміз ба деген. Дұрыс, ауырған кезде ішу керек міндетті түрде, сауығу үшін. Бірақ тағы да сұрақ туындауы мүмкін, менің ешқандай ауруым жоқ қой, маған бұның не керегі бар деген сұрақ. Енді мен сізге айтайын, мен осыдан 18 жыл бұрын мектеп бітіріп қалаға арман қуып Алматыға барған кезінде ол жақта біз жемейтін нәрселерді жеп жүргендерді көрдім. Ол не нәрсе? Ол дегеніміз, мектеп оқушыларының бүкілі чипси, керегешке, түрлі фастфудтар, көшедегі жаңағындай құрғақ сухой паек дейді, орысша айтқанда құрғақ тағамдар, яғни чикен, микен деген сияқты осындай тағамдарды тұтына деген ояқтың жастар, оқушылар. Мен көріп таңғалдым. Анау енді чипси деген нәрсені сіз құмырсаға беріп көрсеңіз, құмырсқан серейіп қатып өліп қалады. Мені осындай тағамдарды күні бүгінге дейін тұтынып келген жастар, мен сізге айтайын, оларды қайақта кездестіретініңізді айтайын, ерінбесеңіз емханаға барып көріңіз. 20-25 жас аралығындағы жаңағы жастардың түріне қарасаң, жап-жас, диагнозына қарасаң, 70-80-дегі кісілердің диагнозы. Яғни іш құрылыстың 50-60% жұмыс атқаруын тоқтатқан. Жұмыс істемейді, асқазан істемейді, өтті алдырып атқан қаншама жастар бар. Ойлаңыз, осының бәрі неден? Дұрыс тамақтанбаудан. Қан қойылып қалған, асқазан дұрыс жұмыс жасамайды. Ойлаңыз, өт толып қалған. Міне осындай салдардың бәрін алдын алатын бірден бір дүние, H2 магний водород. Енді өзіңіз білесіз, бұл дәруменді ішу керек пе, ішу керек емес пе деген сұраққа өзіңіз жауап беріңіз. Ал егерде жоқ, маған керек дүние екен, мен бұны алып ішуім керек, қолдану керек десеңіз, мен нөмір қалдырдым, осы нөмірге хабарласып, тікелей байланысқа шығып, қай қаладан, қай жерден екеніңіз маңызды емес, сол өзіңіз тұратын қалаңыздан қай жерден алу керектігін мен сізге көрсетіп, қалай тұтыну керектігі сыртында жазылған қосымша мамандардан кеңес алуға, тегін кеңес беруге жолдама көрсетемін. Не дейді қазақта өлең жолдарында Мұхамеджан Тазабектің: ағаштың да діңгегін ақтап тұрсаң, өріктің өзегінде құрт болмайды дейді. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді қазақ. Бүгін денсаулығымыз, біз өзі қазақ дегеніміз ауру жайлап сыр бере бастаған сезіп жүреміз, бірақ Құдай сақтасын, денім сау деп жүріп, жан алқымға келген кезде ғана емхана іздеп сабылып кететіні рас. Сол үшін
ауруыңыз асқынып кетпей тұрып, өзіңізді өзіңіз қолға алыңыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ешкімді Алла ауыртпасын, ешкімді Алла емханаға жүгінтпесін. Себебі қазіргі таңда дәрігерге күніңіз түсетін болсаңыз, қиын жағдай. Дәрігерге күнімізді түсірмесін. Аман болайық.